Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте дәмді болып шығатын қатпарлы қамырдан алма қосылған слойка дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қатпарлы қамыр дайындаймыз. Ол үшін мұздай морозилькіден шыққан сары майымызды үккіштен өткіземіз. Оған ұнымыздың бір бөлігін қосып, пышақпен не болмаса палетканың көмегімен осылай ұсақтап бөліп араластырамыз. Және де жылдам қолымызбен жинап, бір комок жасап, оны бір шетке қоя тұрамыз. Сонан соң барлық мұздай ингредиенттерімізді өзара араластырамыз. Ол мұздай су, жұмыртқа, уксус және де тұзымызды қосамыз. Соңынан қаймағымызды қосып, барлығын венчикпен араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызға осы қоспамызды құя отырып қамыр елейміз. Алдымен венчикпен араластырамыз, кейін қолымызбен қамыр елеуіміз қажет. Егер ұндарыңыз аз болса, аздап ұннан қоссаңыздар болады. Осы қамырымыз қолымызға жабыспау керек. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Ол осындай жұмсақ, бірақ қолымызға жабыспайды. Енді қамырды төрт бұрыштылеп жайып шығамыз. Және бағана дайындап қойған сары майымыз бен ұнымызды ортасына қойып, қамырымызды бүктейміз. Қамырымызды пакетпен орап, холодильникке 2 сағатқа салып қоямыз. Холодильниктен қамырымызды шығарамыз. Қолға жабысып тұрса аздап ұннан сеуіп, қамырымызды жаямыз. Төрт бұрыштылап жайған қамырымызды дәл видеодағыдай бүктейміз. Қамырымызды оқтайдың көмегімен тағы да кішкене жаямыз. Сонан соң тағы ортасынан бүктеп, осы қамырымызды 1 сағатқа холодильникке тағы салып қоямыз. Міндетті түрде пищевой пленкамен орағанымыз дұрыс. 1 сағаттан кейін қамырымызды қайтадан жаямыз. Қатпарлы қамырымызды тағы да дәл видеодағыдай бүктейміз. Қамырымызды бүктеп болған соң 20 минутқа тағы холодильникке саламыз. Қамырымыз дайын болғанша алмамызды кубик етіп турап шығамыз. Туралған алмамызға 3 ас қасық құмшекер және 1 ас қасық жүгері крахмалын қосып, жақсылап араластырамыз. Қатпарлы қамырымызды 4 бұрышты етіп жайып шығамыз және дәл видеодағыдай кесеміз. Артық шеттері болса, қамырымыз түзу болу үшін алып тастаймыз. Қамырымыздың бір шетін осылай кесіп шығамыз және келесі шетіне алмамызды салып, қамырымыздың шет-шетін жапсырамыз. Шет-шетін жақсылап жапсыру керек, піскен кезде ажырап кетуі мүмкін. Противенге пергамент қағазын төсеп, слойкаларымызды салып шығамыз. Бетінен бір жұмыртқаны жарып, кисточканың көмегімен жағамыз. Қызып тұрған духовкада 180 градуста шамамен 10-12 минут пісіріп шығарамыз. Слойкамыз дайын, астарыңыз дәмді болсын.